Армысыздар құрметті көрермендер. Күні кеше ғана Әзербайжан мен Арменияның арасында қақтығыс қайта ушықты. Түні бойы тараптар өзара ұрыс қимылдарын жүргізді және қазіргі уақытта Баку Ереванды, Ереван Бакуды айыптап жатыр. Яғни, егер тараптардың мәліметіне назар аударатын болсақ, Әзербайжан тарапы Арменияны 2020 жылғы 10 қарашада жасалған үш жақты келісімді, ол кезде өздеріңіз білесіздер, Армения, Әзербайжан және Ресейдің арасында үш жақты келісім жасалған. Міне осы келісімді өрескел бұзды. Әзербайжанның аумағына диверсиялық топтарды кіргізуге тырысты, тыйым салынған аумаққа өтті және бірқатар елді мекендерді миналауға әрекет жасады деп айыптап отыр. Ал Армения тарапы Әзербайжанды біздің әскери нысандарға соққы жасады, елді мекендерге, бейбіт тұрғындар тұратын ауылдарға шабуыл жасады деп айып тағып отыр екен. Яғни Баку Ереванды, Ереван Бакуды айыптауда. Осы уақытқа дейінгі белгілі ақпараттарға назар аударатын болсақ, Армения тарапынан 49 адам қаза тапқан. Бұл жайлы Пашинян парламентте сөйлеген сөзінде жариялады. Ал енді Әзербайжан тарапынан 8 адам оққа ұшқан, 8 жауынгер. Бұл жайлы Әзербайжанның қорғаныс министрлігі өзінің ресми сайтында жариялады. Енді қаза тапқан, жарияланғандардың саны әлдеқайда көп болуы мүмкін, себебі нақты ақпарат әлі күнге дейін жарияланған жоқ, және Ереванда, Бакуде ақпараттарды толықтыра түсетіні жайлы ресми түрде мәлімдеп отыр. Осы уақытқа дейін бұл қақтығыстар бірнеше мәрте болғанын білеміз. 2020 жылғы 2-ші Қарабақ соғысынан кейін Әзербайжан мен Арменияның арасында келісімдер болса да, арандатушылық күштердің, әсіресе Армения тарапынан жасалған шабуылдардың тоқтамай іске асып келе жатқанын көріп отырмыз. Мысалы, 2020 жылғы 10 қарашада жасалған келісімге назар аударатын болсақ, Армения Қарабақтағы өзінің әскерін алып кетуге тиіс еді. Яғни Қарабақта Арменияның тұрақты әскері болмауға тиіс. Қарабақта тек қана Ресейдің бітімгерлік күштері, Әзербайжанның әскері және тырнақшаның ішінде Таулы Қарабақ Республикасы деп аталатын жақын арада толыққанды жойылуға тиіс армян сепаратистерінің әскери құрылымдары ғана болуға тиіс деген осындай бір келісім болған. Бірақ бұл келісімді Армения толыққанды орындамай отыр, себебі әлі күнге дейін Қарабақтағы әскерін әкетпей, әдеміне деп уақыт созып келе жатыр. Сондықтан қазіргі болып жатқан іс-әрекеттердің өзінде де Армения тарапының арандатушылық іс-әрекетке баруы ықтимал деген болжамды жоққа шығаруға болмайтын шығар. Енді бұл жерде ең қауіптісі не? Бұл жерде ең қауіптісі ол Пашинянның ОДКБ-ға ресми ұсыныс тастау, ОДКБ-ға ресми жүгінуі. Себебі Пашинян ұрыс қимылдары бүкіл әлем Әзербайжанның аумағы деп мойындаған Қарабақта емес, ұрыс қимылдары Арменияның өзінің жерінде өтіп жатыр. Яғни Әзербайжанмен шекаралас аймақтарда жүріп жатыр деп дабыл қағып отыр. Бұл ретте ОДКБ-ның шартына сай ОДКБ бізге әскери көмек беруі тиіс деп мәлімдеме жасауда. ОДКБ-ның шартына назар аударатын болсақ, ОДКБ-ға мүше мемлекеттердің аумағына шабуыл жасаған кезде, кез келген мемлекеттің біреуінің аумағына шабуыл жасалса, ендеше сол ұйымға мүше мемлекеттердің барлығына шабуыл жасалған болып есептеледі. Бұл енді НАТО-ның 5-ші пунктіне өте ұқсас. Яғни ОДКБ-да 6 мемлекет бар, білеміз, ол Армения, ол Қазақстан, ол Қырғызстан, ол Ресей, ол Беларусь, ол Тәжікстан. Міне осы 6 мемлекетке мүше болып табылады. Осы 6 мемлекеттің біреуіне шабуыл жасалса, ендеше 6-ауына да бір мезетте шабуыл жасаған болады деп есептеледі деп. Осы пунктін алға тартып, Пашинян ОДКБ-ға дабыл қағып үндеу тастауда. ОДКБ әскер жібере ме? Және оның ішінде Қазақстан Арменияға әскери көмек бере ма деген сұрақ қоғамда өткір тұр. Себебі бұйрық қатты жан тәтті деген сияқты Қазақстан енді одақтастық, әскери негіздегі одақтастыққа шартқа қол қойған және оның талаптары мен міндеттерін орындауға халықаралық құжаттың деңгейінде міндетті. Сондықтан Қазақстан әскер жібере ма деген сұрақ өткір тұр. Бұл жерде бірінші ОДКБ-ның өзінің позициясын анықтап алуға тиіспіз. ОДКБ бүгін ресми позициясын білдірді және ресми позициясына назар аударатын болсақ, ОДКБ бұл қақтығыстарға қатысуға ниетті емес екені анық көрініп тұр. Былай дейді: біз Армения мен Әзербайжанның арасындағы қандай да бір қарулы қақтығыстың болғанын мүлде қолдамаймыз. Барлық мәселені саяси дипломатиялық жолмен шешуге ұсынамыз дейді. Бұл дегеніміз бірден көрініп тұр. Ешқандай да әскери көмек болмайды Арменияға, және мәселені ұрыс даласында емес, дөңгелек үстелдің үстінде қаламның ұшымен шешуге итермелеп отыр. Бір сөзбен айтқан кезде ОДКБ бұл қақтығыстарға араласпайды.
Биыл ОДКБ-ға төрағалық етіп отырған Армения еді. Оның ішінде Пашинян биыл ОДКБ-ның төрағасы қызметін атқарып отыр. Және Армения мен Әзербайжанның арасында бір оқ атылса, бірден ОДКБ-ға жүгіну әдетін Пашинян биыл бірнеше мәрте көрсетті. Осы жолда дәл сондай іс-әрекетке барып отыр. Бірден белгілі болғаны, ОДКБ бұл іс-әрекеттерге қатыспайды. ОДКБ әскери іс-әрекеттерге қатыспағандықтан Қазақстан да әскер жібермейді. Мейлі тіпті ОДКБ әскері Әзербайжанға қарсы Арменияға әскер жіберуге келіскен күннің өзінде Қазақстан бұл іс-әрекетке қатысуы қаншалықты іске асады дегенде сұрақ туындауы мүмкін. Менің ойымша, бұл жерде шарттарға қарамастан екі елдің арасындағы және мемлекеттердің ОДКБ деп аталған ұйымға бірігу кезіндегі шарттарына қарамастан Қазақстан әскер жіберу екіталай деп ойлаймын. Неге? Оны бірнеше факторлармен анықтап беруге болады. Бірінші фактор ол сауда-экономикалық қарым-қатынастар. Қазақстан мен Әзербайжанның арасындағы 2021 жылғы сауда-экономикалық қарым-қатынастарға назар аударатын болсақ, ендеше өзара тауар айналымы $200 миллион асады. Ал енді Армения мен Қазақстанның арасындағы сауда-экономикалық қатынасқа назар аударсақ, ол $20 миллион жетпейді. Яғни 10 есе көп. Біз Әзербайжанмен 10 есе көп қарым-қатынас жасаймыз деген сөз. Біріншіден, ол Каспий арқылы өте жақын. Екіншіден, Әзербайжанның экономикалық потенциалы сөзсіз Армениядан бірнеше есе көп. Енді бұл ретте Ресейдің де Әзербайжанмен сауда-экономикалық қарым-қатынас өте тығыз. Армениямен салыстырған кезде Ресей мен Әзербайжанның арасындағы бір жылдық тауар айналымы $3,2 миллиард құраған екен өткен жылы. Ал Армения мен Ресейдің арасындағы тауар айналымы $2,6 миллиард құраған екен. Яғни $600 миллион айырмашылық бар деген сөз. Енді экономикалық жағдай көптеген мәселелерді анықтайды. Оның ішінде саяси және әскери қақтығыстарда да ол басты шешуші рөлді ойнап кетуі мүмкін. Біріншіден, экономикалық тұрғыдан бізге Әзербайжан өте қажет мемлекет. Екіншіден, жақын аралықта Қазақстан мен Әзербайжанның арасында өздеріңіз білесіздер, бірнеше келісімдер жасалды. Қазақстан Әзербайжанды экономикамызды транспорттық логистикалық тұрғыдан диверсификациялаудың бір жолы ретінде қарастырады. Каспий арқылы Әзербайжанға жетеміз, Әзербайжан арқылы Грузияның порттарына шығу, Супса портына шығып, Қара теңіз арқылы Еуропа мемлекеттеріне өзіміздің түрлі ауыл шаруашылық тауарларымызды, шикізат өнімдеріміз және жеңіл өнеркәсіптегі өнімдерімізді жеткізуді көздеп отыр. Сондықтан Әзербайжан бізге өте ауадай қажет. Әзербайжанға Қазақстанды қажет, себебі Қазақстан аумағы арқылы Қытайға өзінің тауарын жеткізуді көздеп отыр. Және екі мемлекеттің өзара тауар айналымын $1 миллиард дейін көтеру мәселесі талқылануда. Яғни экономикалық тұрғыдан біздің арамыздағы байланыс арта береді. Ал Армениямен дәл ондай нақтылы келісімдер жоқ. Сондықтан Армения біз үшін экономикалық тұрғыдан Әзербайжан сияқты маңызды мемлекет болып саналмайды. Бұл екі. Және үшінші мәселе бар, ол бауырластық мәселесі. Қазақстан мен Әзербайжанның арасындағы мәдени және спорттық байланыстар өте жоғары деңгейде. Шығу тегі жағынан екі ұлт бір-біріне бауыр деп саналады. Және діни көзқарас бойынша да өзара бір-бірін жақын тартады. Сондықтан бұл жерде де мәдени рухани тұрғыдан байланыстық өте маңызды рөл ойнайды. Сондықтан бұндай байланыста, бұндай қақтығыстарда өзінің шешуші рөл ойнайтыны бесенеден белгілі. Тіпті мейлі Арменияға әскер жіберу туралы шешім қабылдаған күннің өзінде ол Қазақстан билігінің саяси сенім капиталына деген үлкен соққы болады деді. Халықтың өзі бұған өре түрегеліп қарсылық білдіретін еді. Оны сөзсіз билік басындағылар жақсы түсінеді. Сондықтан да тіпті қақтығыс ушыққан күннің өзінде Әзербайжан мен Арменияның арасындағы қақтығысты Қазақстан сыртқы министрлігі сөзсіз дипломатиялық жолдармен шешуге ұсыныс тастайтын еді. Қажет болатын болса тараптарды келістіру, Астанаға шақырып өзара келіссөздер жүргізуге барын салатын еді. Бірақ қандай да бір әскери іс-әрекеттерге көшу немесе әскери көмек беру жағынан қадам жасалмайтын еді деп өз басым ойлаймын. Және бұл жерде ең маңызды фактор ол Түркия. Себебі Әзербайжан мен Түркияның арасындағы келісімдер және қарым-қатынастар өте маңызды рөл ойнайды. Өзіміз білеміз, 2020 жылғы соғыста Түркия Әзербайжанның басты одақтасы серіктесі болды. 2021 жылы 15 маусымда қателеспесем Шуша декларациясына қол қойылды. Оған Ердоған мен Алиев қол қойды. Міне осы декларацияға назар аударатын болсақ, ендеше онда нақтылы жазылған. Әзербайжан мен Түркия өзара әскери одақтас мемлекет болып танылады. Және
екі мемлекеттің арасындағы әскери байланыс арта береді. Егер Азербайжанға қандай да бір мемлекет шабуыл жасайтын болса, ендеше Түркия Азербайжанға көмекке келеді. Егер Түркия басқа бір мемлекетпен қарулы қақтығысқа түссе, ендеше Азербайжан Түркияға әскери көмек береді деген. Яғни бір сөзбен айтқан кезде Азербайжанмен соғысу автоматты түрде Түркиямен соғысу дегенді білдіреді. Бұған Қазақстан да, Қырғызстан да бауырластық тұрғысынан, экономикалық байланыс тұрғысынан ешқашан бармайтыны белгілі сияқты. Ресейдің өзі де ондай рисктерге барғысы келмейді, тәуекелдерге, және Түркиямен арасында қарым-қатынасты үзгісі келмейді. Себебі Украина мен Ресейдің арасындағы соғыста Түркияның ұстанған позициясын Ресей жақсы біледі. Яғни Түркия бір жағынан Украинаға соққы беруші дрондарды беріп отыр. Екінші жағынан Ресейге салынған санкцияларды қолдамайды. Үшінші жағынан Ресеймен экономикалық байланысын арттыруда және Ресейге батыс шығып кеткен компаниялардың орнын толтыруға Түркия өзінің қол ұшын созып отыр. Бір сөзбен айтқан кезде бизнестік қарым-қатынас өте жоғары деңгейде. Сондықтан Түркия Ресей арасындағы қарым-қатынасты Мәскеу суытқысы келмейтін сияқты. Осының барлығына назар аудара отырып, Армения бұл қақтығыста жалғыз қалған сияқты, және Арменияның басты бұл жердегі тірегі Ресейдің бітімгерлік күштері болып қала береді. Бірақ Ресейдің бітімгерлік күштерінің өзі қарулы қақтығыстарға қатысу екіталай, олар жағдайды тұрақтандыру функциясын орындайды. Және бұл жердегі басты мәселе ол қақтығыстың толыққанды шешілмеуі деген мәселе бар. Ресей Армения мен Азербайжанның арасындағы қақтығыстың толыққанды шешілуіне мүдделі емес, себебі екі елдің арасында келісім жасалатын болса, екі елдің арасында қақтығыс толыққанды шешіліп дипломатиялық қарым-қатынасты орнайтын болса, ендеше Ресейдің бітімгерлік күштерін ол аймақта ұстап тұрудың қажеттілігі тумайды. Сондықтан Ресей Армения мен Азербайжанның арасындағы қарулы қақтығыстардың толыққанды шешілуіне мүдделі емес сияқты, дей тұра қақтығысқа ашық түрде өзі әскер жіберу арқылы қатыспайтыны да белгілі болып отыр. Сондықтан да қазіргі уақытта Азербайжан мен Арменияның арасындағы қақтығыс дәл осындай шектік негізде тұр. Бұл қақтығыс не үшін пайда болды деген кезде тағы бір мәселе айтылады, ол экономикалық тұрғыдан, яғни Азербайжан жақын аралықта Еуропаға газ жеткізуді екі есе арттырған болатын. Мүмкін осыған байланысты Ресей арандату іс-әрекеттеріне баруы ықтимал дегенде болжамдар айтылуда. Егер бұл рас болатын болса, ендеше алдағы таңда біз тағы да бұл аймақтағы бірнеше қақтығыстарға куә болуымыз мүмкін деп өз басым ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.